Зерделі. Баяғыда Зерделі дейтін шешен, білгір адам болыпты. Бір күні Зерделі бір топ жолдастарымен жиһан кезіп келе жатып, бір қарияға кездесіпті. Сәлемдесіп, жөн біліскеннен кейін қария Зерделіге: «Әкең Қазақбайды білуші едім. 3 түрлі бала туады. Бір бала әкесінен өте туады. Бір бала әкесіне жете туады. Енді бір бала бар, ол кері кете туады. Сен оның қайсысы боласың?» деп сұрапты. «Ата, өте туған бала боларымды алдындағы өмірім білер. Кері кете тудым ғой деп білемін» депті. Қария тағы да бір сұрақ беріпті. «Балам, өтірік пен шындықтың арасын өлшедің бе?» депті. «Өлшедім. Өтірік пен шынның арасы 4 елі» деп бала оң қолының 4 саусағымен көз бен құлақтың аралығын басыпты. Қария: «Балам, ақыл кімнен шығады? Асыл неден шығады? Қанат неден шығады? Жанат неден шығады? Санат неден шығады? Оғат неден шығады? Соны білесің бе?» депті. «Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады. Тату болса ағайын, бірі құйрық, бірі жал, қанат содан шығады. Қой терісін қорлама, жанат содан шығады. Халқы үшін қарттар қам жесе, санат содан шығады. Өнерсіз болса бозбала, оғаш содан шығады» депті. Қария Зерделіге риза болып, үйге түсіп, дәм татуға шақырады. Қымыз ішіп отырып Зерделі: «Ата, екеуіңіз қалай?» деп сұрапты. Қария: «Екеуім 3 болды» депті. «Алысыңызбен қалайсыз, жақыныңызбен қалайсыз?» «Жақыныммен жауша жағаласып, жамандарша найзаласамын. Алысым араздасты». «Тәттіңізбен қалайсыз?» «Балам-ай, тәттімнің де дәмі азая бастады ғой» депті. «Несиеңіз тие ме, ата?» депті. Зерделі тағы да. Сонда қария: «Жасымда берген несием қартайғандағы несібім екен. Үй тігіп, қымыз сапырып отырғаным соның арқасы» депті. Қариямен қош айтысып, атқа қонған соң былай шыға Зерделінің жолдастары: «Қариямен екеуінің соңғы сөздеріңді біз ұқпадық, соны түсіндірші» деп өтініпті. «Екеуіңіз қалай дегенім, 2 аяғыңыз қалай, өздігіңізбен жүре аласыз ба дегенім еді». Қария 2 аяққа 1 таяқ қосылып 3 болды деді. «Алысыңызбен қалайсыз дегенім, алыстағыны көре аласыз ба дегенім еді». Қария алысты көрмейтін болдым деді. «Жақыныңызбен қалайсыз дегенім, тісіңіз бар ма, тамақ ішіп жеуіңіз қалай дегенім еді». Қария: «Әр жерде бірден ғана тісім қалды, сонымен арпалысып күн көрем» деді. «Мен тәттіңізбен қалайсыз дегенім, ұйқыңыз қалай дегенім». Қария: «Ұйқым азайды» деп жауап берді. «Несиең тие ме дегенім, балаларың күте ме? Жасында сіз оларды бағып-қағып өсіріп едіңіз. Енді олар сол еңбегіңізді өтей ме дегенім еді». Қария: «Дұрыс тәрбиелеп, жақсы өсірген бала адамға қартайғанда бақыт екен. Балаларымның қызығын көріп отырмын» деді. Зерделінің жолдастары бұған өте риза болыпты да: «Сен өзің бізбен құрдассың. Қариядан асыра білім көрсеткеніңе таң қалып отырмыз» депті. Сонда Зерделі: «Мен өзім жас болсам да, әкем Қазекең көп жасады ғой» деген екен.